Кентау қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері мен нөмір 12 өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамы өткен сенбіде жұмыс күнін Есімхан алаңынан бастады. Мұнда соңғы уақытта елімізде орын алып жатқан өрт оқиғаларының шығу себебі мен олардың алдын алу жұмыстары жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Ол үшін аталмыш алаң әдейі таңдалынып отыр. Себебі әр сенбі сайын тұрғындар жәрмеңкеге көп шоғырланатын жер осы. Мұнда үйдегі пешті қауіпсіз пайдалану бойынша әңгімелер мен нұсқаулықтар жүргізіліп, ел арасында улы иісті газдан сақтан атты жаднамалар таратты. Акцияны өткізудің басты мақсаты тұрғын үй секторында өрттерді адамдардың өлімінің, жарақат алмауының және улы иісті газбен уланудың алдын алу шаралары болып табылады. Онан кейін төтеншеліктер тұрғын үйлерді аралады. Пештің қалай орнатылғандығы және қандай ақаулықтардан өрттің шығуы мүмкін екендігі, сонымен қатар себептен адамның улы иісті газдан улануы мүмкін екендігі үй иелеріне жіті түсіндірілді. Міндетті түрде мына пештің мұржасын тазалау керек. Себебі қазір қараңыз, сіздің пешіңіз жанады. Кешкі уақытта сіз көмір бастырып қоясыз ғой. Егер мынау жанған нәрсе былай көтеріледі да, мынау тіке болмағаннан кейін мынараға күлдің бәрі мынараға жиналады. Мына жермен мына жерге күл жиналады. Күл жиналғаннан кейін сіз кешке таман күн суығанда бала-шаға бәріңіз үйіңізде жатасыздар. Сол кезде сіз көмір бастырып қоясыз пешке. Ал мына жақтан енді тіке болмағаннан кейін, мына ауа шықпағаннан кейін мынараға күл жиналады да, мынау бітеледі. Бітелгеннен кейін уғар деген мынау көмір жанғаннан кейін шығатын ауасы болмағаннан кейін ол мына аузынан тастайды түтіннің бәрін. Мына жан-жағынан шыға бастайды, тесіктерден, пештің аузынан түтін шыға бастайды да, үйдің іші түтінге өтіп барады. Түнгі уақытта сіздер ұйықтап жатқанда бала-шағамен қосылып, ол түтінге сіздер уланасыздар. 2018-2019 жылдарда жылу беру маусымына улы иісті газбен улану бойынша 12 апатты оқиға тіркелді. Соның ішінде 18 адам зардап шеккен. Өкінішке қарай қолданылып жатқан шараларға қарамастан пештен иісті улану оқиғалары бүгінгі күнге дейін тіркелуде. Пештің газбен уланудың негізгі себептері бұл жылыту пештерді пайдаланған кезде өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы, сонымен қатар жылыту пештерінің және мұржа мен құдықтардың тазаланбауынан болып табылады дейді мамандар. Мұны қазіргі таңда кешегінде Астана қаласында болған төтенше жағдайларға байланысты қазір осы Кентау қаласы және оған қарасты 16 ауыл округтерінде төтенше жағдайлардың алдын алу, өрт қауіпсіздігін күшейту мақсатында қарқынды түрде жұмыстар жалғасып жатыр. Жергілікті атқарушы әкімшіліктер мен өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлерімен, сонымен қатар жергілікті полиция қызметінің қызметкерлерімен ары қарай осындай тұрғын үйлерді аралау, жаднамалар тарату арқылы профилактикалық шаралар жүргізіп жатыр. Жалпы Кентау қаласы және оған қарасты ауылдарда тұрғындарға айтарым, жылу маусымында жылу пештерін қолдануда қатаң қауіпсіз шараларын сақтап, мұржаларын ұстардан тазартып, жаңағыдай жөндеу жұмыстарын жүргізу арқылы оны қатты қыздырып жібермеу. Сонымен қатар түнгі мезгілде пешті ләжі барынша толық сөндіріп жату тиісті. Өйткені осының көбісі жылу пештерін қолдануда пештерге көмірді бастырып жатып, ары қарай ұйықтау кезінде сол бөлмеде жатқан тұрғындар улы газбен уланып, ары қарай қайғылы оқиғамен де аяқталып жатыр. Сондықтан барынша барлығыңызды қауіпсіз шараларын сақтауыңызға шақырамын. Жандос Састемір, Тұран Түркістан.